Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбын білу үшін сіздермен біз галереяға саяхат жасайық. Экранда 4 сурет көрсетілген. Осы 4 суреттің бір-бірімен қандай қатынасы бар? Және де бірінші суретті айта кететін болсам, бірінші суретте бауыр, тоқ ішек және ұйқы безі берілген. Осы бірінші суреттің екінші, үшінші, төртінші суреттермен қандай байланысы бар? Дұрыс айтасыздар балалар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бізде адамның ас қорыту жүйесі. Сонымен оқушылар, ас қорыту жүйесі дегеніміз не? Адамдар мен жануарларда асты қабылдау, өңдеу, қорыту, сіңіру және ас қалдықтарын сыртқы ортаға шығару қызметтерін атқаратын мүшелер жүйесі ас қорыту жүйесі деп аталады, иә? Ас қорыту жүйесі түтік тәрізді мүшелерден, ас қорыту бездерінен тұратын барлығымыз білеміз, оқушылар. Сонымен оқушылар, филогенездік және онтогенездік тұрғыдан ас қорыту жүйесін біз 4 бөлімге бөлеміз, Енді бар зейінімізді экранға аударайық. Экранда сіздерде ас қорыту жүйесінің мүшелері берілген. Осы ас қорыту жүйесінің мүшелерін қандай 4 топқа бөлуіміз мүмкін? Дұрыс айтасыздар, ол бас бөлім, алдыңғы бөлім, ортаңғы бөлім және артқы бөлім, Енді бас бөліміне не жатқызамыз? Әрине, дұрыс, ауыз және жұтқыншақ. Алдыңғы бөліміне бізде жатады өңеш пен қарын, ортаңғы бөлігіне жатады аш ішек пен 12 елі ішек, және артқы бөліміне біз жатқызамыз өте дұрыс жуан ішек және тоқ ішек, тік ішек. Және де бізде ас қорыту бездері бар. Ас қорыту бездеріне ұйқы безі мен бауыр жатады, Ал енді оқушылар, сіздерді қызықтырып тұрған сұрақ, ол біздің организмде ас қорытылу қалай жүреді? Оны білу үшін бейне жазбаға назарымызды аударайық. Ауыз қуысы ас қорыту жолының басталатын мүшесі екенін барлығымыз білеміз, оқушылар? Ол ауыз кіреберісінен және меншікті ауыз қуысынан тұрады. Тіс, ерін, тіл сияқты сөйлеуге қатысатын мүшелер ауыз қуысында орналасқан. Тамақ иісін сезгеннен бастап бізде ауыз қуысында сілекей бөлінеді. Ең алдымен ауыз қуысына түскен тамақ тістер арқылы механикалық өңдеуден өтіледі, сілекеймен шыланады, тіл астындағы дәм сезу рецепторы арқылы біз тамақтың дәмін сеземіз. Және де ауыз қуысында ферменттер болады. Амилаза ферменті көмірсуларға дейін ыдырайды. Лизоцим ферментіне келетін болсақ, оның басты қызметі ауыз қуысындағы микробтарды жою. Және де оқушылар, бізде тілдің артқы жағында қақпақ тәрізді құрылымдар бар. Оның басты қызметі жұтқыншаққа, өңешке қарай тамақты бағыттау және көмейге тамақтың енуіне жол бермеу. Бейне жазбада көріп тұрғаныңыздай, ауыз қуысындағы ұсақталған тағам жұтқыншаққа келіп түседі. Ол түтік пішінді қуыс, бұлшықетті мүше болып саналады. Орналасуына келетін болсақ, мойын омыртқаларының алдыңғы жағында орналасқан, жұтқыншақ төменгі өңешпен көмекеймен байланысқан әрі ас қорыту, әрі тыныс алу мүшесіне жатады. Тағам жұтқыншақ арқылы өңеш бойымен жылжығанда ет қабатының жиылуымен және тағамның өз салмағымен асқазанға қарай төмен өтеді. Адамның өңеші түтік тәрізді, ұзындығы 25 см-ге дейін, диаметрі созылғанда 2,5 см-ге дейін жетеді. Өңеш жолындағы бездер шырыш бөліп шығарады, сол шырыш арқылы ас қорыту жолдарын ылғалдандырып, тағамның оңай жұтылуын қамтамасыз етеді. Енді бізде асқазан, көріп тұрғаныңыздай, асқазан сөмке тәрізді құрылым, пішініне қарасаңыздар сөмке тәрізді. Қалың қабырғасы бар және жалпақ пішінді ең кең мүшелердің бірі болып саналады. Стомак, яғни асқазан, асқазанның сыйымдылығы орта есеппен 3 литр, ұзындығы 25-30 см, енінің ұзындығы 14 см-ге дейін жетеді. Кейде тіпті толған кезде олар созылып кіндікке дейін жетеді. Асқазанның кіреберіс бөлігі түбі, денесі және шыға беріс бөлігі болады. Асқазанға түсетін тағам шайқалады және асқазанның ішкі қабырғасынан шырыш бөлініп жатыр. Тұз қышқылы мен ас қорыту сөлі бірге бәрі араласып тағамдағы бактерияларды жоюға көмектеседі.
қышқыл аз қорыту сөлін асқазанға бөліп шығарып, белоктарды қарапайым заттарға дейін ыдыратады. Асқазан безді жасушаларынан қарын сөлі бөлінеді. Қарын сөлінде тұз қышқылы протеаза болады. Протеазаның басты қызметі ол протеиндерді ыдыратады. Келесі бізде тағам қандай мүшеге келіп түседі? Оқушылар, дұрыс айтасыздар, әрине аш-ішек. Аш-ішек өте ширатылған құрылым, және аш-ішек асқазаннан тамақ қабылдаған кезде оның ұзындығы шамамен 5 және 7 метрді құрайды екен, оқушылар. Оған бауыр мен ұйқы безінің аз қорыту сөлдері араласады. Бауыр адам ағзасындағы ең үлкен без, және оның орналасуы іштің жоғарғы жағында оң жақта орналасады. Қызыл қоңыр түсті майларды ыдырататын оларда өт бөледі. Тамақ арасында сол өт қабында сақталады. Бауыр адамның қимыл қозғалысына қажетті энергия көзі қантты глюкозаны сақтайтын қор. Сондықтан балалар, оқушылар, бауырды зақымдап алмай күтіп ұстау өте маңызды. Ұйқы безі іш қуысының артқы жағында, асқазанның астында, бірінші және екінші бел омыртқаларының тұсында орналасқан. Ұйқы безі аралас без, яғни ол жерде экзокринді және эндокринді қызметтер атқарады. Оның экзокринді қызметі 12 елі ішекке күніне 2 литрге жуық сөл бөледі. Эндокринді қызметі қанға инсулин, гликоген гормондарын тікелей бөлу. Ішінара қорытылған тағам ішектің төменгі бөлігіне жетеді, және де осы кезде ішек сөлдері тағамға әсер ете бастайды. Майлар май қышқылы глицеринге, белоктар амин қышқылына айналады. Тағам қорытылып, енді қанға сіңу процесі жүре бастайды. Аш-ішекте тағамның сіңуі ішектің ішкі қабырғасында бұрыштар деп аталатын, көріп тұрғаныңыздай саусақ тәрізді бүрлер болады. Және бұл бүрлер өте жұқа, қан тамырлар проекциялар желісі болады. Осылайша сіңірілген заттар қан арқылы дененің әр түрлі мүшелеріне тасымалданады, және ақуыздар сияқты күрделі заттарды құру үшін қолданылады. Бұл процесті біз глюкозаның ыдырауы жасушаларында модельдеу деп атаймыз. Осы кезде оттегінің көмегімен көмірқышқыл газы суға түседі. Келесі аз қорыту жүйесінің мүшесі қандай, оқушылар? Дұрыс айтасыздар, ол тоғышек. Аш-ішекте қорытылмаған тағам тоғышекке барады, және де тоғышек аш-ішектен қарағанда 1,5 метрге кеңірек болып келеді. Тоғышекте судың сіңірілу процесі жүреді. Тоғышектен бізде тікішек жалғасады. Тікішектің қызметі қорытылмаған артық тағамдарды ануспен немесе нәжіс арқылы шығару процесі жүреді. Сонда оқушылар, жеген тамағымыз ағзада 6-8 метр жол жүреді екен. Сонымен оқушылар, бүгінгі тақырыпты қаншалықты түсінгенімізді тексеру үшін біз WordWall платформасына кіреміз. Мен экранда көрсетілген сілтеме арқылы өтемін, ал сіздер экранда көрсетілген QR-код арқылы кірсеңіздер болады. Ал оқушылар, бәріміз бірге кірейік. Сіздер кірер кезде ең бірінші өз аты жөндеріңізді жазу керексіздер. Және бірінші тапсырмаға назар аударайық, аз қорыту жүйесіне жатпайды, бізде ол кеңірдек. Өте дұрыс. Екінші сұрақ, аз қорыту бездері. Аз қорыту сөлін бөледі. Адамның аз қорыту бездеріне жатады. Ол бізде бауыр, ұлтабар, ұйқы безі. Аз қорыту жолының бірінші мүшесіне жатады. Ауыз қуысы. Өте дұрыс. Ұйқы безінің эндокринді қызметі, жақсылап ойланамыз осы кезде. Ол көмір суларды ыдырату. Қарын сөлінде не болады бізде? Әрине дұрыс, протеаза мен түз қышқылы. Түтік пішінді қуыс, бұлшық етті мүше бізде ол жұтқыншақ. Жұтқыншақ тағы бізде әрі аз қорыту, әрі тыныс алу мүшесіне жатады, Және де оқушылар, сіздер ең соңында өздеріңіздің неше ұпай жинағандарыңызды көре аласыздар. Бізде екінші тапсырманы менің көмегімсіз өздеріңіз QR-кодпен кіріп, аты жөндеріңізді жазып, орындасаңыздар болады.
Бұл жерде бірінші тапсырмадан өзгеше сәйкестендіру әр тапсырманың өз жұбын табу керексіздер, және де ең соңында өздеріңіздің ұпайларыңызды білесіздер және қатемен жұмыс жасауға болады. Ал енді оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз ас қорыту жүйесі болғандықтан сіздермен ресторан әдісін қолданып кетейік. Ол үшін экрандағы сөйлемді толықтырып, өз ойларыңызды жазып, комментарияға жаза кетсеңіздер болады. Және де бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті әрі қызықты болды деген ойдамын. Сіздермен болған биология пәні мұғалімі Алтынай Бауыржанқызы.